Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сметанник пирогының осындай кішкентай түрлерін, яғни мини сметанниктер тарталетка түрінде дайындайтын боламыз. Бұның бұл басқа пирог үлкен түрінен ерекшелігі кішірек порция түрінде беріледі. Өте ыңғайлы, жеген кезде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ол пирогты дайындау үшін, яғни тарттарды дайындау үшін ең алдымен біз қамырымызды дайындаймыз. Қамырды дайындау үшін ұнымызға бірінші майымызды түйіршік болғанша араластырып аламыз. Кейін қантымызды, тұзымызды және де разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Және де оған жұмыртқамызды қосып қамыр біріккенше елеп аласыздар. Бұл жердегі қамыр, мен елеп жатқан қамыр 6 дана сметанник шығады, ал описанияға мен 12 дананың рецептісін жазып қоямын. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әр қарай қамырымызды сіздер елеп алғаннан жарты сағат холодильникке қоюды ұмытпаңыздар. Одан кейін қамырымызды жайып, яғни тарталетка түрінде пісіретін арнайы кішірек осындай формалар болады. Сол формамен кесіп аласыздар да форманың ішіне келтіріп формалап, яғни формамен бірдей қылып тістеп аласыздар. Видеода көрсетілгендей, яғни формалап дайындап аласыздар. Кейін салмасын дайындайтын болсақ, салмасына мен қаймақты, қант, жұмыртқа және де кукуруз крахмалын барлығын бірге араластырып алдым. Яғни біркелкі масса пайда болғанша араластырдым. Сіздер де араластырасыздар. Және де араластырғаннан кейін жаңағы формаға салынған қамырдың үстінен 3 ас қасықтай етіп құйып аласыздар. Кейін осылай сметанниктарымыз дайын болғаннан кейін 180 градуста духовкада 20-25 минут пісіресіздер. Міне осындай сметанниктарымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.